Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгін өздеріңіз көрдіңіздер, жаңағы жиын өтті, мынау коалиция құрып, оппозиция сымақтар қандай жиын өткізді, оны мен де шығардым артынша. Міне содан бері маған келіп жаңағы сол оппозиция сымақтардың шабармандары әптен мені жаңағы шабуылдың астында қалдырып жатыр. Рысбектің сөзін сөйлегендер көп, Мұхтар Тайжанның сөзін сөйлегендер, Абиловқа енді аз сөзін сөйлеп жатқандар. Міне сол жөнінде тағы да айта кеткім келеді. Ана жолы бір осындай бейне жазбамда мен айтқанмын, закон бутерброда деп, біздің қазақша тілмен айтқан кезде жаңағы ораманнан заңымен. Міне Рысбек те соны қолданып отыр. Мына Рысбек жаңағы өздерінің сол жаңа оппозициямыз деп жүрген сол кісілер осы заңды тағы да қолданып отыр. Бұлар тапсырманы бұл жолы қатты алды Тоқаевтан. Бұлар енді сол жолынан таймайды. Қайткен күнде де бұлар халықты шатастыру керек, адастыру керек. Міне өйстіп халықты сергелдеңге салады. Қосыламыз, бірігеміз, ортамыздан біреуді шығарамыз деп. Әрине ол шыққан біреу, ол міндетті түрде Тоқаевқа ұтылатын біреу болады. Бұлар айтқан кезде жаңағы басында естеріңізде болса, бұлар бастағаннан бірден адамымыз дайын, біз мені шығарамыз деді. Естеріңізде болса, Болат Абиловтың бірінші күндеріндегі сөздерінде. Тіпті кім жаңағы Арман Шураев жаңа Барейкаға да айтты, кімді ұсынайын деп отырғандарын. Міне, бұның бәрі жаңағыдай не қылды. Енді халықтың толқынын көрді, тамырын басты, халық шуылдады. Бұл сайлауды болғызбаймыз, болдыртпаймыз, Қанішер президент болуға лайықты емес деп. Міне осындай шулардан кейін барып, бұлар мынандай коалиция жасады. Бұлар жаңағы тондарын теріс айналдырып кейді да халыққа қарай бет бұрған сыңай білдірді. Міне біз сіздермен біргеміз, біз соны талап етеміз, бұл сайлауды болдыртпау керек деді. Ал негізінде ішкі ойлары, ішкі мақсаты белгілі болып тұр. Біз егер мынау жаңағы сайлауды бәрібір болғызатын болып жатқан кезде біздің кандидатымыз дайын тұру керек. Бұлар біліп отыр, бұлар біледі, міндетті түрде сайлау болады. Тоқаев сондай тапсырма берді бір адамды дайындауға. Бұлар біледі, сол үшін жаңағыдай мені халықты адастырып, мына қалай айтсам екен, басқа жаққа, жан жаққа пытыратып елді. Сөйтіп, мына өз дегендерін істетейін деп отыр. Енді сөз жерді қарасаңыздар, үлкен кісілер, ақсақалдар, енді сөз жерде жастар егер бір-бірімен айғайласып, гүжілдесіп жатса, жарасар еді. Әй, жастар ғой, бұлар мастар ғой деп. Ал мына үлкен әпәйдік, әппақ сақалдары мен бір-бірімен гүжілдесіп атқанын көргенде, мені көресін қандай кісілер оппозицияда жүрген. Ал ана жерде тағы бір ақсақалымызға Рысбек микрофонды бермей жатыр, бәрі жабылып, тартып алып жатыр. Қаншама рет ол кісіге игнор жасап жатыр, сөз сұрап отырған кісіге. Міне, осындайларын айтқан кезде маған тағы да жазғандар бар. Неге жастар өздері өйстіп құрып алып, конференцияны ашып алып, сөйлейтін сөздерін неге сөйлей бермейді дейді. Сөйлетпейді, сонда Қазақстанды жаңа ашып отырсындар ма? Қазақстанда жаңа тұрып жатсындар ма? Сол ертең жаңағы сол жастардың ішіндегі Рафик бауырымыз барсын, сол Қосай бауырларымыз егер бостандықта жүрген болса, осындай конференцияны кім өткіздіртеді оларға? Біріншіден бұл қаржы мәселесі, екіншіден билік. Екі адамның, екі белсендінің басын қостырта ма? Қостыртпайды. Ал Рысбек, Адилов дегендерің, емін еркін, Мұхтар Тайжан дегендерің, міне, тіпті Қазақстан гостиницасының ішінде, гостиница, сөз жерде міне осындай жиынды өткізіп жатыр. Емін еркін. Тоқаев бұлардан сұрамайды, Тоқаев қаншама сөздерді Тоқаевқа айтып жатыр. Бұлар жаңағы Серікжан Біляш айтпақшы, үруге рұқсаты бар жаңа оппозиционерлер. Бұлар жаңағы
Тоқаевтың қолынан сондай нені алды, тапсырманы любой ценой, қандай несіне қарамаңдар, бағасына қарамаңдар, не айтасыңдар, оны айтыңдар, бірақ осындай маған нені орындайсыңдар деген тапсырма берілді. Сол үшін де міне осылар жаңағы жерде өздерін халық жанашыры сияқты қып, оның жазған, Рысбектің жазған үндеуін Тоқаев туалетный бумага қылып та есепке алмайды, оны оқымайды да, оны көрмейді да, оған жауап бермек түгілі. Ол Рысбектен де одан зорлары айтып жатқанда оны менсінбегенде Рысбек жазды екен деп, соны оқып Тоқаев отырады екен. Міне халқым, көрдіңіздер ма, қандай көзбояушылықпен айналысып жатыр. Ал сіздер мені жазғырып жатырсыздар, сен ақ бәрін жамандайсың. Мен жамандаған емес, өздерінің ісін ашып сіздерге көрсетіп жатырмын. Айқара ашып, бұлардың жаңағы жасаған орамасын, арасын ашып көрсетіп жатырмын. Мына қабатына мынандай салды, мына қабатына мынандай салды деп. Көрдіңіздер ма, бұлар билік үшін, мынау үкіметтің тапсырмасы үшін бәріне барады. Өз ар ұждандарынан да аттап отыр. Ертеңгі күні бұлар өмір бақи өмір сүреміз деп жүрген шығар. Ана артындағы ұрпағын ойламайды. Өздері қарабет болып қалғанмен қоймай, артта қалған ұрпақтарын да қарабет қып кетейін деп отыр. Бұл X күні келеді, бұл жүйе құрыйды, міндетті түрде құрыйды. Міне соны сезгеннен, білгеннен Тоқаев осындай қадамдарға барып жатыр. Мынау бетсіз, ұятсыз оппозиционерлер сол Тоқаевтың сөзін қолдап, жерге тастамай, соның берген тапсырмасын жерге тастамай, міне осындай іс-әрекеттерге барып жатыр. Халықты тағы да алдап жатыр, миын аштып жатыр. Мен тек қана осыны сіздерге бөлісіп жатырмын. Өзімнің көргенім, өзімнің ойым, өзімнің пікірім. Сіздер де осылай ойла деп айтып тұрған жоқпын. Мені өйтіп жазғырмаңыздар. Мен сіздерге өзімнің пікірімді байлап беріп жатырған жоқпын. Дұрыс айттым ба, білмеймін, байлап беріп. Не навязываю деген сөзім ғой, енді кешіріңіздер. Міне, ары қарай өздеріңіз шешесіздер. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді осы видеороликтің астында қалдыра беріңіздер. Мен жақсы пікірді де, жаман пікірді де бәрін бірдей ұстап отырмын. Енді арасында аз жаңағыдай тым шеттен шыққандарды, оларды блоктап жатырмыз, ал қалғандарының бәрі тұр, бәрін көріп отырсыздар, кімнің не жазып жатқанын. Жазыңыздар, осы жайында жазыңыздар. Мен туралы жазбаңыздар. Мен не кием, не қоям, қалай сөйлейм, оны жазбай-ақ қойыңыздар. Мен сіздерден сұрап тұрғаным осы Рысбек жөнінде, Мұхтар Тайжан жөнінде, Болат Абилов жөнінде. Мен бағана Адилов тек қалдым ғой деймін. Абилов, Болат Абилов. Тағы кім сол жердегі? Міне жаңағы Нұржан Алтаев, тағысы бар, өздеріңіз көрдіңіздер. Ал бұлар енді бәрін қостық деді, бәрін шақырдық деді. Мақұл жаңағы Қуаншалин өзі келмейм депті, әзір қосылмайым депті. Мақұл, оған бір не бар шығар. А басқа да тіркелмей жүрген қаншама партиялар бар, оны білмей отырған жоқ. Ал мақұл, Алға Қазақстан қайда, ДВК қайда? Сол жерде бір қызымыз көтеріліп айтты, мынау ДВК-ның экстремистік ұйым дегенді алдыртып тастауымыз керек, бұны да талап етуіміз керек деп жатыр. Оны да әйтеуір сквозь зубы үндемей әйтеуір өткізді. Ал енді ана жерде ағамыз білесіздер, танисыздар, мына қаңтардың 1-ші күнінен бастап шырылдап жүгіріп жүрген, анау қырғызбен шекараға барып, сол жақтан интернет арқылы желіге бәр оқиғаны тастап жүрген ағамыз. Міне, сол кісіні сөзін қандай қып тыңдады, еш сыйлаусыз, дымсыз Рысбек. Міне, сол кісі айтты, импичмент. Білем, импичментті Рысбек талап етамайды, халық талап етамайды, оны парламент талап етеді. Міне, сол парламентке сондай ұсынысты
жіберу керек еді. Міне соны айтқан жоқ. Мен ондай жауапкершілікті ешқайсымыз мойнымызға алмаймыз дейді. Бұл деген сөз Тоқаевқа қарсы шықпаймыз деген сөзі. Ал мына үндеуде жазғанның бәрі, айтып жатқандарының бәрі ол халықтың арасындағы, мынау халықтың айтып жүрген сөздері. Тоқаевтан сондай тапсырма келген. Халық не айтып жатыр, соны да халықпен қосылып маған айта беріңдер, мені жамандай беріңдер деп. Ал мынандай импичмент деген сөзді айтуға батылдары жетпеді. Мен оны мойныма алмаймын деді Рысбек. Көрдіңіздер ма? Қандай кісілер. Осының өзі беттерін айқара ашты. Айқара жыртты беттерін. Ал бұдан кейін тағы да сіздер мені сөгесіздер. Олар адал, олар бұндай, олар сондай. Арман Шураевты жаңағы кандидат, президент қып көрер едік дейді. Көрмейміз оны да. Ол да сатқын, осылар сияқты. Бұлардың ешқайсының да хақысы жоқ о жерде болуға. Қанышер Тоқаевтың тіпті хақысы жоқ президенттікке сайлануға. Егер бүгін шығады көрсеңіздер, Думан бауырымыз заңгерлермен сөйлесіп жатыр осы жөнінде, заңдылығы, заңсыздығы жөнінде. 2 мерзімнен артыққа сайланбайды президент, ал Тоқаев міне 2 мерзім отыр. Бірақ оның біріншісі саналмайды екен. Ол жаңағы тек атқарушы болған екен. Мәйлі, сонда да бұл 2 мерзімді отырды. Қулық жолымен, алдау жолымен, халықты арбау жолымен 2 мерзімді отырды деп есептейміз. Олсыз да оны есептемей-ақ мынау кешегі күні қаңтарда біздің қандастарымызды қырғаны үшін оны сайлауға жеткізбеу керек. Сайлауға жеткізбей желкесін қию керек. Түп тамырымен жұлып, Назарбаевтың ұры жүйесімен қосып, 162 олигархымен қосып, түп тамырымен жұлып алып тастап, өз батырымызды таққа отырғызамыз. Алға қазақ елі.